Бүгінгі шығарылымның шымылдығын ашу Сәкен Мырза сіздің командаңызға бұйырыпты. Сәттілік тілейміз. Айта кетсеңіз, бүгінгі төрттік кімдер? Бүгін өнер көрсететін төрттік Әділ Ахметжанов, Анна Уварова, Данияр Кәрім, Мадина Жұмабаева. Олардың арасында кім бірінші болып сахнаға шығады? Бірінші болып сахнаға шығатын тәуекелшіл, мелизматиканың майталманы, өзімнің шәкіртім, өзінің әріптестеріне де, бақталастарына да деп айтайын, тырнақшаның ішінде бәсекелестеріне де мелизматиканы қалай қолдану керек екенін үйретіп жүрген Данияр Кәрім. Жекпе-жек кезеңінде бастық бағыттаған жерге мелизматиканы жақсы жасайтындығына Данияр басымырақ болып көрінді, сондықтан Даниярды қалдырдық. Мақсатымыз жаймен орындалып келе жатыр. Жеңіске құштарлық оянды. Бұл кезеңде қобалжу одан ары күшейе түсуде, тікелей эфирге шыққым келеді. Сондықтан жүрекпен өзімнің бір иірімдеріммен, ерекшелігіммен бұл әнді алып шығамыз деген ойдамын. Ассалаумағалейкум. Қай әнді таңдадың? Қайрат Нұртас ағамыздың «Сұранамын» әнін таңдап алдым. Көрейік. Кезінде хит болды, сөздері өте керемет. Мағыналы десем де болады. Қызық көріп тұрмын осы әнді айтуды. Кішкене ән өзгеруі мүмкін. Сәкен ағаға да ұнайды деген сенімдемін. Бұл ән танымал әндердің қатарында, бірақ байқауға жарай ма деген сияқты сұрақ тұрды. Мүлдем басқа ән болып шықты. Керемет. Фальцетті қайта қайталай бермеді. Бірінші шумақта көп қолданба, екіншісінде қолданасың, және ең соңында қолданасың. Қарасам, Данияр мүлдем өзінің қадамымен келген, жаңашылдығы ұнады, ізденімпаздығы ұнады, мүлдем басқа қырынан әнді көрген ұнады. Ойбай, Данияр Кәрім деген мелизмнің атасы ғой. Он прям темная лошадка для меня. У него свой мир в голове, свое видение. Әнді ерекше жеңілдікпен айтуы ұнайды маған. Менде сахнаға керек нәрсенің бәрі бар сияқты. Сондықтан өзімді келесі кезеңде көргім келеді. Данияр, сен сынаққа сынбайтын жігітсің. Мен саған 100% сенем. Керемет өнер көрсет. Сәттілік. Данияр, шектен шығып кетпе. Мелизматиканы көп жасама. Бекіткен бойынша шырқа. Алға. Сұңқарым, сенем саған. Өзгеріпті не бір сенімменен, өзімнен өзім қызғанып келем, сүйемін шексіз сұрана берем, бұл уақыт өзгерілсе де, өрт болып күйіп жалындап денем, өзімнен өзім қызғанып келем, сүйемін шексіз сұрана берем, мәңгілікке жаным сен. Ал мен болсам сен жүрегімді сақтап алдым. Өмірімнен артық көремін сені ардағым. Алыстама жаным, сүйемін сені аңсаймын. Деген сөздеріңді ұмыта алмай әрдайым қайталап айтам. Сұранамын жаратқанымнан, сүйгенім сақта әрдайым қайталап айтам. Сұранамын мен, сүйгенім сақта әрдайым. Ал мен болсам сені жүрегіме сақтап алдым. Майра ханым, сіз бастасаңыз. Ой, Данияр, маған ұнады. Шынымен де иірімді екінің бірі шығара алмайды. Айтам ғой, мен мына жүрекпен шықпаса, кейде 1000 жерден жасағанмен сол иірімдер жетпей қалады. Сондықтан мен сені иірім ханзадасы деп айтар едім. Маржан ханым.
осы әнді осылай орындауға болады екен ғой дегендей бір ой келіп жатыр. Өте әдемі, өте дәмді. Әр нота өз орнында. Браво деймін, рахмет. Орындыққа әбден отыруға лайықсыз деп есептеймін. Ары қаратай өтсеңіз деп тілер едім сізге. Әлем? Даник, әдемі болды. Кез келген ән болсын, менің ойымша сен былай істей алатын сияқтысың. Қанша уақыт берсе, регламент бойынша 1 минут, 1,5, 2 минут болсын, соның ішіне сен басын, ортасын, аяғын толыққанды жасап үлгересің да. Ол өте сенің музыкалық біліміңнің жоғары екенін көрсетеді. Мен соған қуаныштымын. Және де мен ойлаймын, сен шынымен де лайықсың ары қарай өтуге. Сәкен мырза? Керемет орындап шықтың. Енді осы әнді таңдадым дегенде мен де таңдай қалдым. Қалай енді сен не көрсетесің бұл жерде деген сияқты. Бірақ шынында өзіңнің қадамыңмен, өзіңнің көзқарасыңмен келіп дәлелдеп тастадың. Сен кәдімгі бос тұрған орындықтың таңдап тұрып қайсысына отырсаң да өзің білесің. Жайғасай бер. Сәттілік. Олай болса, Данияр, өте ғой. Орын біздікі бұйырса.